Қайырлы күн, сіздермен мен Үсіпбек Темірлан. Мифтердің екінші бөлімі. Сіздерге Алаш автономиясының жариялану туралы айтып беретін боламын. 20 ғасырдың басында қазақ халқының ұлттық санасы оянып, отарлық езгіге қарсы қозғалыс күшейді. 1905 жылы Ресейдегі алғашқы революция кезінде қазақ зиялылары саяси белсенділік танытып, өз халқының тағдыры үшін күреске түсе бастады. Яғни солардың ішіндегі ең ерекше көзге түсе бастаған Алаш қозғалысы болды. Алаш қозғалысының қазақ халқының тәуелсіздігін, жерін, тілін, мәдениетін сақтап қалуды мақсат еткен ұлттық қозғалыс. Бұл қозғалыстың басшылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және де Міржа Ақболатұлы, Халел Досмағамбетов, Мұхамеджан Тынышпаев, Мұстафа Шоқай сияқты ұлт зиялылары тұрды. 1917 жылы тарихи жағдайда, яғни 1917 жылы ақпанда Ресей патша үкіметі құлап, уақытша үкімет құрылған болатын. Бұл қазақ зиялылары үшін ұлттық мемлекеттілікті туралы ашық айтуға мүмкіндік берді. Сол жылы желтоқсанда Ресейде большевиктер төңкеріс жасап, билікті өз қолына алды. Осы кезде елде анархия мен тұрақсыздық күшейді. Қазақ халқы өз тағдырын өз қолына алу үшін әрекетке көшті. Яғни 1917 жылы 5 және де 13 желтоқсан аралығында Омбы қаласында екінші жалпы қазақ съезінде қазақ халқының ұлттық мемлекетін құру туралы шешім қабылданады. Яғни съез шешімімен Алаш автономиясы жарияланып, оның үкіметі Алашорда деп аталады. Алашорданың төрағасы болып Әлихан Бөкейханов сайланады. Ол Алашорданың құрамында 25 мүше және де оның 10-ы басқа ұлт өкілдерінен тұрды. Және де Алаш үкіметінің орталығы ретінде Семей қаласы, кейін ол қала Алаш қаласы деп аталды. Және де Алаш қозғалысының мақсаты қазақ халқының 20 ғасырдағы алғашқы ұлттық мемлекеттілікке қадам жасау болды. Олар мемлекетті демократиялық құқықтық негізінде құрды. Алаштың бағдарламасында жер, тіл, дін, сот, оқу, өзін-өзін басқару сияқты бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның негізгі қағидалары қамтылған. Одан кейін бізде Қазақ АКСР және Қазақ КСР-ның құрылуы. 1917 жылы қазан төңкерісінен кейін Ресей империясы ыдырап, елдің көптігінен уақытша үкімет, яғни уақытша үкімет құрылды. Қазақ жеріне кеңестік билік біртіндеп орнай бастады. Біріншісінде 1917 жылы уақытша үкімет құрылса, 1918 жылда ақтар және қызылдар болып бөлініп, сол кезде кеңес үкіметі құрылған болатын. Қазақ жеріне кеңестік билік біртіндеп орнай бастады сол кезден бастап. Алайда бұл процесс оңай болған жоқ, себебі әр адам ол жерде азамат соғысында жүріп жатты, ал халық аштық пен қиындықты көріп жатты. Одан кейін қазақ автономиясының құрылуы болатын болсақ, 1920 жылы 26 қазанда бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінде мен халық комиссарлар кеңесінің қырғыздары автономиялық кеңестік социалистік Қазақстан Республикасының құру, яғни Қазақ АКСР-ін құру туралы декрет қабылдады. Осы декретке сәйкес қазақ елі Ресей Федерациясының құрамындағы автономиялық республика ретінде жарияланды. Одан кейін 1920 жылы 4 және 12 қазан аралығында Орынбор қаласындағы Қазақ АКСР-ның құрылтайы съезі өтті. Сол съезде алғаш болып үкімет құрылып, Сейітқали Мендешев басшылық етті, ал астанасы Орынбор қаласы болды. Қазақ АКСР-ның құрылуындағы маңызы қазақ халқының өз жерінде мемлекеттік басқару жүйесін қайта қалпына келтірудегі тарихи қадам болды. Бұл қазақ халқының мемлекеттік дәстүрін қайта жаңғыртты және кейінгі тәуелсіздікке апаратын негізгі қадам болып саналды. Және одан кейін 1925 жылы республика атау ресми түрде Қазақ АКСР деп өзгертілді. Бұрындары ол Қырғыз АКСР деп ашылған болатын. Және сол жылы астанасы Қызылордаға көшірілді, яғни Орынбор қаласынан, ал 1929 жылы Алматы қаласына көшірілді.
қазақ кср-нің құрылуы. қазақ кср 1936 жылы кеңес одағында жаңа конституция қабылданды. Осы конституцияға сәйкес бұрынғы автономиялық республикалық мемлекеттер кейбір одақтас республика дәрежесіне көтерілді. Солардың ішінде өзіміздің қазақ АКСР де бар еді. 1436 жылы 5 желтоқсанда қазақ АКСР одақтас республикасы қайта құрылып, оның атауы қазақ кеңестік социалистік республикасы, яғни қазақ кср деп өзгертілді. Бұл дегеніміз Қазақстан Республикасы, Қазақстан мемлекеті кеңес одағында тең құқықты одақтас мемлекет республикасының мәртебесіне ие болды. Яғни қазақ кср-нің өзінің конституциясы және мемлекеттік билік органдары және жоғарғы кеңесі мен министрлер кеңесі болды. Қазақ кср-нің дамуы 1430 және 1980 жылдар аралығында Қазақстан экономикасы мен мәдениеті едәуір өзгерілді. Индустрия кезінде жаңа зауыттар мен фабрикалар көп салынды. Одан әрмен тың және тыңайған жерлер игерілді. Қазақ тілі мен мәдениеті біршама жанданды. Алайда 1937-1938 жылы аралығындағы сталиндік қуғын-сүргін, аштық, депортациялар халыққа біраз салмақ салған болатын. Соған қарамастан қазақ кср халқының қазіргі тәуелсіз мемлекетінің құқықтық және саяси негізін қалады. Одан әрмен КСРО-ның ыдырауы, Қазақстанның тәуелсіздіктің жариялануы. КСРО-ның ыдырау себептері бірнеше себептері бар. Біріншіден басты себебі экономикалық тоқырау, жоспарлы экономиканың тиімсіздігі, демократиялық қозғалыстар мен аштықтың артуы болып саналады. 1985 жылы билікке Михаил Горбачев келіп, қайта құру саясатын бастады. Бірақ бұл реформалар жүйені сақтай алмады, керісінше халықты еркіндікке ұмтылысын күшейтті. Және соның нәтижесінде 1986 жылы Қонаевтың орнына Колбинді сайлағаннан кейін желтоқсан көтерілісі басталды. Осы желтоқсан көтерілісі бұл қалай айтсам болады, Қазақстанның тәуелсіздік алуына негізгі себеп болды деп айта аламын. Енді осы мәселелерден кейін Қазақстан КСРО біртіндеп ыдыра бастады. Яғни ең алғаш болып Литва, Украина, Грузия сияқты мемлекеттер шыға бастады. Одан кейін 1990 жылы 25 қазанда Қазақстан өзінің декларациясын қабылдады. Және де бұл қадам қазақ мемлекетінің тәуелсіздікке апаруына негіз себеп болды. Одан әрмен КСРО ешқандай бір оқсыз өзінен өзі тұрған мемлекет ыдырап кетті. Және де содан кейін 1991 жылы Қазақстан өзінің 16 желтоқсан күні өзінің тәуелсіздігін алды. Оның басшысы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев болып сайланды. Және сол тарихи күннің ең маңызды күні осы 1991 жылының 16 желтоқсаны. Осы күні Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң шығарды. Бұл заң арқылы Қазақстан ресми түрде кеңес одағынан шыққан соңғы мемлекет, яғни тәуелсіз ел атанды. Және содан кейін 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды. Және де 1993 жылы өзінің жеке валютасы, яғни теңгені ойлап тапты. 1995 жылы 30 тамызда өзінің жеке конституциясын шығарды. Және де осылай біз қазір тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Назарларыңызға рахмет.